жан жануарлар бейбіт өмір сүріпті. Оларға ақылды әрі дана патша Арыстан басшылық етіпті. Арыстанның алтын тәжі бар еді. Күніңіз қайырлы болсын, патша. Сіздің алтын тәжіңіз жоғалды деп естідім. Дереу хабарлаңыз баршаға. Жиналыңдар бәрі. Жай ғана тәж емес, орманның татулығы мен бейбітшілігінің белгісі. Егер кім, қайталап айтам, кім сол тәжі тауып алып келетін болса, мен оны орман қамқоршысы деп сайлаймын. Тәжді табыңдар, жер мен көктен іздеп, тәжді табыңдар. Тақсыр, мен тапсам, мені қамқоршы етесіз бе? Табатын болсан, әрине түлкі. Ой. Ендеше ол тәж менікі болады. Міне таптым. Мен бұны ешкімге айтпай өзіме алайын. Мен бұны мүмкін алып өзіме патша болып кетермін, немесе сатып байып кетермін. Өзіме алып алайын. Мына қасқырдың әрекетін патшамызға айтып берсем бе екен? Әлде жасырып қалайын ба? Қалай ойлайсыздар? Құрметті патшам, мен сізге бір нәрсе айтсам ба деп едім. Неменеге сонша дірілдейсің қоям? Айта ғой, кішкентай дос. Патшам, қасқыр бүгін сіздің тәжіңізді тауып алып тығып қойды. Көзіммен көрдім. Қасқыр деймісің? Иә, патшам. Егер айтқаның рас болса қоям, әділдік орнайын. Үкі, жина бәрін. Жиналыңдар. Қасқыр, сен менің тәжімді тауып алып, неге оны жасырып қойдың? Сыздық, менің тәжімді қайда жасырдың? Қайтар өзіме. Я патшам, мен бұл тәжіні тауып алдым, бірақ не істерімді білмедім. Қайтарайын өзіңізге ендеше. Қасқыр,
Сен адалдықты емес, ашкөздікті таңдадың. Ал қоян болса, кіп кішкентай болғанына қарамастан, шындықты айтудан жасқанбай, адалдық танытты. Ендеше бүгіннен бастап адал қоянды орманның қамқоршысы деп сайлаймыз. Адалдық деген батылдық екен. Әділеттілік әрдайым жеңеді. Шындықты айтудан қорықпау, жүректің тазалығы. Адалдық нағыз батылдық. Адал дос өмірлік қазына. Адалдық шындықтың айнасы. Адалдық атыңызы. Әділдік жоқ жерде береке жоқ. Адалдық жанына тыныштық сыйлайды екен. Адалдық адамның ішкі айнасы. Адалдық орманның жүрегі. Балалар, ата-аналар, ұстаздар, бүгінгі адалдық пен шындықтың қадірі атты сахналық ертегіміз. Қош келдіңіздер, тамашаладыңыздар. Ертегімізді осындай етіп әдемі алып шыққан, біздің адалдық жолында еңбек жасап жүрген, адалдыққа балаларды тәрбиелеп жүрген ата-аналарымыз бен педагог мамандарымыз. Аю рөлінде Айжан Қайырболатқызы, әлеуметтік педагог. Тышқан рөлінде Самал Біржанқызы, педагог. Жылан рөлінде Айтолқын Нұрланқызы, директор. Бір рөлінде Омсымгүл Мұратқалиқызы, педагог, психолог. Үкі рөлінде Индира Нұржанқызы, қазақ тілі мұғалімі. Маймыл рөлінде Зинат Тыныштыққызы, дене тәрбиесі нұсқаушысы. Қарға рөлінде Гүлден Мақсотқызы, би жетекшісі. Қасқыр рөлінде ата-ана Эльдира Бекболатовна. Қорқау қасқыр рөлінде Нұргүл Әлібекқызы, тәрбиеші. Қоян рөлінде ата-ана Фарида Абайқызы. Және ассистент көмекші Нұрия Әлібекқызы, педагог, психолог. Ал аң патшасы Арстан Ералхан Жақсылықұлы. Музыка жетекшісі. Және музыкамен көркемдеген Қағылан Гүлшара Серікқызы, музыка жетекшісі. Ертегі құрастырушы әрекші қазақ тілі мұғалімі Сәбдігүл